Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Арнада Антикор Лайф бағдарламасы. Бүгін біз сыбайлас жемқорлықпен күрестегі бұқаралық ақпарат құралдарының маңызы туралы әңгіме өрбітеміз. өтеміз. Осы мақсатта қонаққа қазақ халқының сана сезімін оятуға зор үлес қосқан, өз дәуірінің көкейкесті мәселелерін көтеріп, ағартушылық идеяларын насихаттап жүрген еліміздің басты басылымы Егемен Қазақстан Республикалық газеті акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Дархан Қуандықұлы Қыдырәліні шақырдық. Ассалаумағалейкум, Дархан Қуандықұлы. Рахмет. Сізге бірінші рет рахметімізді білдіреміз, алғысымызды білдіреміз. Осы қауырт кезеңде бізге келіп, уақытыңызды бөліп, бізбен сұхбаттасуға келіскеніңізге, біздің көрермендердің сұрақтарына жауап беруге келіскеніңізге. Бүгінгі эфир Facebook арнасында тікелей эфирде өтіп жатыр. Құрметті көрермендер, сіздерде Дархан Қуандықұлына сұрақ қоятын мүмкіндігіңіз бар. Міндетті түрде жауап беріп өтеміз. Ал енді осы сыбайлас жемқорлық мәселесіне көшсек. Жалпы енді сіз тарих ғылымдарының докторысыз. Осы сыбайлас жемқорлық деген жалпы сөз, ұғым қазақтарда болды ма екен тарихта? Осы қалай пайда болды? Тарих қандай екен осы жемқорлықтың қазақ халқының, қазақ елінде? Рахмет, бірінші шақырғандарыңызға. Біз алдыңғы түсірілімдерді көрдік, өте жақсы, мәнді сұхбаттар өтті. Бұл бір жағы мына жемқорлықпен күресудің тек қана салдарымен емес, себебімен де күресу үшін атқарылып жатқан жақсы шара деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі шақырғандарыңызға рахмет. Қызық сұрақ. Жалпы жемқорлық деген енді кейін шыққан сөз ғой. Бірақ менің ойымша өте сәтті шыққан сөздің бірі сияқты. Себебі біріншіден енді ол артындағы қор, ол қорлық сияқты. Бұның өзі біздің сөздік қорымызда жемқорлық сөзінің болмағандығын көрсетеді. Себебі арғы тарихқа үңілетін болсақ, мысалға қазақта өзіңіз білесіз, зындан болған жоқ, түрме болған жоқ. Мына жалпы тек қана дау деп атаған ұрлық өте ұят нәрсе болған. Себебі жаным, малым жанымның, жаным арымның садағасы деп айтқан қазақ халқы ардың тазалығын ол жанынан да артық көрген. Ұят өлімнен күшті деген. Ал бұл ұрлық жалпы ол ұят нәрсе болып есептелінген. Сондықтан бала жастан тәрбиелегенде ең әуелі білесіз, кісінің ала жібін аттама деп, мынау тіпті тұсауын кескенде ала жібін арнайы сондай батамен кесіп отырған. Сондықтан біреудің ала жібін аттамау, кісінің ақысын жемеу үлкен қиянат болып есептелінген. Адал ас жеу жаңағы, себебі жемқорлық бір жағы ол кісіге қиянат, ол өте ұят нәрсе. Сондықтан қазақ қоғамында әрине басқа да кінәраттар болған, әрине әртүрлі қоғам болған екен жағымсыз жайттар болады, бірақ мысалы ол барымта болған. Кәдімгі Ақбілектің күшімен, Ақнайсаның күшімен барып, мысалыға кәдімгі қиянат жасағандардың малын тартып алып кеткен. Ал бірақ ұрлық, қарлық, ашық қиянат жасау, немесе кісінің ақысын жеу деген нәрсе, ол үлкен ұят болып есептелінген. Бұл арғы тарихымызда да солай. Сондықтан жалпы біздің халықтың ұғымында бұндай түсінік болған жоқ. Бұл қашан пайда болды? Бұл патша үкіметінің кезінде сайлаулар басталған, білесіз. 1880 жылдардағы реформа, далада билік жүйесі жаңа низам шыққаннан кейін болыстық жүйе, аға сұлтандық жүйе, ауылнайлар. Осы кезеңде болыс болу үшін Абайдың өлеңдері бар ғой, мысалға болыс болдым мінекей деп, немесе мәз болады болысың арқадан қаққанға дейтін, немесе баламды медресеге білдеп бердім, шен алсын, шекпен алсын деп бермедім деген. Осы шекпен алу, шен алу, ұлық болу, немесе басқа ауылдың дауысын алу үшін басқа ауылнайларды, басқа болыстарды сатып алу мәселелері осы кезеңде шықты. Сондықтан Абайдың жан айқайы, Абайдың біз осы мынау қиянатқа қарсы әділдік туралы, ар ілімі туралы көбірек айтқандығынан да байқаймыз. Бірақ бірте-бірте бұл қоғамдық індетке айналды. Кеңестік кезеңде жүйеге айналды. Сондықтан жалпы президенттің де сайлау алды бағдарламасында бар ғой, жемқорлық індет, қоғамдық дерт, онымен күресу бәрімізге міндет дейді.
Сондықтан бұл індет, былайша айтқанда ауру. Ал негізі бізде ұят деген нәрсе ол шын мәнінде тек ер азамат үшін емес, қоғам үшін де үлкен критерий болған. Ұят болып қабылданғандықтан ақысын жеу, бір жағы бұл жемқорлық, мына зұлымдық сияқты. Себебі неге? Сіз қоғам мүлкіне, мемлекет мүлкіне қол сұққан адамды басқа салық төлеп отырған қоғамның әрбір мүшесінің ақысына қол сұққан адам ретінде қабылдауымыз керек. Сондықтан бұл жалпы індет ретінде мына қоғамдық індет ретінде жайылып кету бұл кейінгі кезең. Мына Әл-Фарабидің тұсында мысалға біз жемқорлық дегенді жоқ, ондай мысалға онда қайырымсыз қоғам деген бар, онда мысалға әділетсіздік деген ұғым бар, онда ұрлық деген бар, онда озбырлық деген бар, зұлымдық жасау бар, мысалға тартып алу деген сияқты нәрсе. Ал бірақ жемқорлық ұғымы жоқ онда да. Сондықтан мына биылғы Әл-Фараби Абай жылында меніңше осы жемқорлыққа қарсы парасаттылық ілімінің көп насихатталуында үлкен бір заңдылық деп есептеймін. Рахмет. Жалпы бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жемқорлық індетін жою мақсатында көптеген жұмыстар атқаруда. Қылмыскерлерді әшкерлеп те жүрміз, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларына көп көңіл бөліп жатады. Бұқаралық ақпарат құралдары төртінші билік болып табылады. Енді осыған байланысты аталған қауырт жұмыстағы бұқаралық ақпарат құралдардың маңызы қандай болады екен? Жалпы қазір кезеңде бұқаралық ақпарат құралдары деген ұғымның аясы кең. Қазір кез келген азамат қолына мынау ұялы телефон ұстаған, жаңа қалтафоны бар кез келген азамат ол журналистің қызметін атқара алады. Мысалға жолда май қызметкері тоқтатқанда ол түсіріп айталық ютубқа сала салады. Немесе жаңағы кез келген заң бұзушылықты азамат түсіріп сала салады мысалға. Сондықтан жалпы блогерлер бар, жеке азаматтардың белсенділігі бар, мемлекеттік басылымдар бар. Бұлардың барлығының қазір жұмысында ашықтық маңызды. Бұл орайда мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің мына бастамаларына үлкен ризашылықпен атап өтер едім. Себебі бірінші кезеңде журналистке не керек? Ол сенімді дерек керек. Және дер кезінде. Мысалға таяуда бір оқиға болды, бәрімізді карантин кезінде Монша оқиғасы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бірден дереу шешім қабылдады. Әлі ол жұрт дүрлікпей жатып, ол шешімін жария етті. Бұл қоғамға үлкен сенім ұялатты. Бұқаралық ақпарат құралдарының ең үлкен қызметінің бірі бұл билік пен қоғам арасындағы сенімді дерек көзі бола білу. Ал егер бұл сенім кететін болса, онда мынау ұсынылған ақпарат сенімсіз қабылданатын болса, оның да маңызы болмайды. Дегенмен мына тағы бір айта кететін жағдай осы ашықтық алаңында ризашылықпен айтып кету керек. Себебі адалдық алаңы мына қазір жер-жерде өтіп жатқан антикор мысалға бүгінгі мына сіздердің осы сұхбаттың өзі де ашықтықты көрсетеді. Сонымен қатар маған ұнағаны агенттік төрағасы Әлік Жатқанбайұлының мына парасаттылық негіздері деген сабақты мектептерге енгізу туралы бастамасы. Расында біз жемқорлықтың салдарымен емес, себебімен күресуіміз керек. Індет дедік қой мысалға. Жаңағы мына қоғамдық індет болғаннан кейін бұны және сіздердің мәліметтеріңізге жүгінсек, ең көп сыбайлас жемқорлық фактілері анықталатын мекеме бұл білім және ғылым министрлігі екен. Ал енді білім саласының өзіне жемқорлық болса, онда біз балаларға қалай осы адалдықты үйретеміз, парасаттылықты үйретеміз, қалай олардан осы ар ілімін мысалға үйретеміз және оны талап етеміз. Сондықтан жалпы мына фактілердің ашықтығы сіздердің агенттіктеріңіздің, оны дер кезінде ақпарат құралдарына ұсыну, әртүрлі жағдайда мына бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс қазіргі қоғамдық кеңесте мысалға жұмыстарын ашық жүргізіп жатыр. Сондықтан президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет бағдарламасының меніңше жақсы бір көрінісі.
бұл біз енді президенттің өзінде көріп отырамыз. Мына біздің бақта шыққан кез келген әсіресе егемен Қазақстанда мысалға біз үлкен сын материал жазған кезде ол кісінің кейде твиттермен осы мақаланы қолдаймын, бұған назар аудару керек деген кейде твиттермен бөлісіп отырады. Мемлекет басшысының тікелей твиттермен шығып отыруында жалпы мына қоғаммен байланыстың жақсы бір көрінісі деп айтуға болады. Депутаттық сауалдар жолданып жатады, біздегі шыққан материалдар бойынша жолданып жатады. Сондықтан жалпы бұқаралық ақпарат құралдары негізінен осы тек қана биліктің сөзін халыққа жеткізуші құрал емес, халықтың мұқтажын да қоғамдағы әртүрлі келеңсіздікте билікке жеткізуші арқау көпір деп айтуға болады. Сондықтан бұл агенттіктің ақпарат құралдарымен жұмыс істеуі меніңше өте қазір нәтижесін беріп жатыр деп ойлаймын. Жалпы сіз атап өттіңіз, сізді ел басшысы да президент оқып атады. Осы дер кезінде шара қолданады. Осы бізді өз кезегімізде сіздің егемен Қазақстан газетін күнде қарап, мониторинг жасап, егер арасында осы жемқорлық фактісі, егер бір ауылды аймақта, бір шалғайда бір қиын мәселе туындап жатса, сол бойынша осы газеттің несін жасап, фотосын жасап, қиындысын жасап, төрағаның атына жібереміз, басшылықтың атына жіберіп атамыз. Одан кейін осы біздің әріптестерімізге осы тергеу бөлімдерінен осы ақпарат жеткізіп атамыз. Сондықтан осы байланыс орнатылып жатыр деп ойлаймын. Енді жалпы Дархан Қуандықұлы мына жерде құлақ үніне құлақ асатын мемлекет аясында агенттік ашықтықты жүзеге асыруда. Жемқорлық фактілер бойынша және превенция, парасаттылық тақырыбындағы ақпараттарды шығарып жатамыз. Халық білсін дейміз. Және пара алып, байып кетем деген ой болған мемлекеттік қызметшілердің ниеттерін дұрыстау мақсатымен жасап атамыз. Осы жұмыстарды алдын алу, осы себептерін алдын алу мақсатымен. Бірақ кейбір қоғам өкілдері осындай ақпараттарды шығарудың кері әсері болады деген пікірлерін білдіріп жатады. Осы мәселеге байланысты сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы біздің елімізде енді 7 жарғы болды, оның алдында Шыңғыстың ясасы болды. Онда нақты көрсетілген еді. Ол енді сол кезеңде мынау адамның, ұрлық жасаған адамның қолын кесіп тастайды екен мысалға. Бұлай содан кейін ба негізі ұрлық түбі қорлық деп халық мысалға ұрлыққа бармаған. Себебі оның нәтижесінің қаншалықты сорақы болатындығын жұрттың алдында жасаған. Біз бұны абай жолы арқылы да білеміз, басқа да. Себебі жалпы қоғамдық санаға әсер ету үшін оның қаншалықты мынау жазаланып жатқандығы меніңше ашық көрсетілгені жөн. Бізде кейде жүреді ғой, мысалы Қытайда жемқорларды осылай жазалады деген сияқты, ату жазасына бұйырды деген сияқты ашық суреттерінде қойып қояды. Содан кейін әрине мысалға адамдар қорқады, аяғын тартады. Бірақ енді кейде ол сот процесіне әсер ететін болса, оны күту керек әрине. Кейде оған әсер ететіндей бұл ақпарат құралдар жағынан да болып жатады. Мысалға кейде сот процесі жүріп жатқанда оларды ақтау туралы да жүріп жатады. Мысалға блогерлер өздері қолдап қорғап жазып жатады. Олардың енді не байланыстыратындығы белгісіз. Мүмкін журналистер оларға тәуелді болуы мүмкін, бірақ шын мәнінде жазықсыз жазаланып жатқан азамат болуы мүмкін, бірақ негізі сот процесіне ықпал етпеу керек қой деп ойлаймын. Бұл әділ сот болуы керек. Жемқорлықтың ең басты мына жоюдың басты кредосы деп айтуға болатын шығар, бұл әділдік. Әділеттілік болмаған жалпы жемқорлық сөзінің өзі сол әділетсіздіктің синоним сияқты. Себебі енді әділетсіз жағдайда қызмет өсіру, әділетсіз жағдайда оқуға түсу, әділетсіз жағдайда ол марапат алу сияқты нәрселердің барлығы жемқорлық арқылы жүзеге асады. Сондықтан мына әділетті қоғам құру, президенттің өзінің жаңағы сайлау алды бағдарламасында айтқан осы әділет ұғымына баса назар аударуы да меніңше маңызды ғой деп ойлаймын. Әл-Фараби бабамыздың да осы қайырымды қоғамның бірінші нышаны ретінде әділетті айтады. Әділетті, қайырымды патша дейді, әділетті билеушілер дейді мысалға. Бұл адамдар арасындағы әділеттің де жойылуына апарады. Себебі мысалға екеуміздің біліміміз бірдей, бірақ жаңағы белгілі себеппен мысалға егер мен өсіп кететін болсам,
онда мысалға сізге қарсы әділетсіздік жасалынған болады. Бұл жерде мысалға жемқорлық ол айыпталуы тиіс. Сондықтан мерекелерде мысалға қоғамда қазір кадрлардың іріктелуі, жаңа басшылардың қызметкерлерінен бірі ұсталса, жалпы басшылардың отставкаға доғарысқа кетуі сияқты көптеген игі істердің алынып, қазір шаралардың қабылданып жатқаны бұл қоғамда сенім қалыптастырады. Өкінішке қарай қоғамда белгілі бір деңгейде сенімсіздік бар. Белгілі майшабақтар ғана ұсталады, үлкендер ұсталмайды. Неге мысалға мынау тұрған, мысалға айларды мысалға көшеде көзге көрініп тұрған, неге солар ұсталмайды деген сияқты сұрақтар айтылады. Ал енді мемлекеттік бақ ретінде біз бұларды көтердік, жазылды, айтылды. Сіздердің де шара қолдануларыңызбен менің білуімше 3 азамат шетелде қазір іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Сол сияқты жаңағы спорт саласы болсын, немесе мынау теміржол саласы болсын, басқа салаларда біз көтереміз, журналистер ретінде зерттеу жүргізіп. Ал соған агенттіктің дер кезінде шара қолданып жатуы шын мәнінде бұл қоғамдағы бір сенімділіктің артуына өзі негіз болады ғой деп ойлаймын. Ең бастысы қоғамда сенім болу керек. Және осы атқарылған шаралар, жаңа сіз айтып кеткен қолданып жатқан шаралар осы сенімділікті арттыру керек. Ал кейде енді қиянатта болуы мүмкін. Мысалға жазатайым бір оқиға болып, немесе біреулер жала жабуы мүмкін. Ондайды әшкерелеу, немесе мысалға мынау педофилдік бар, мысалға немесе басқа да, ол жерде абай болу керек қой деп ойлаймын. Себебі мысалға әсіресе мына қиянатқа ұшыраған баланы көрсетпеу, немесе өзінің жанын қиған азаматтың суретін жарияламау сияқты. Бұлар психологиялық тұрғыда көрермендерге, оқырмандарға әсер етеді. Ол жерде біз кейде жаңағы жазаға ұшырағанда емес, кейде мысалға сол қорлық көрген, немесе соның зардабын шеккендерді көрсетіп жатамыз. Ол мысалға ертең оның балалары болады. Мысалға бұл кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан шетелде де бұған мән береді. Мысалға этика деген бар. Оны жаңағы кейде сұхбат алып, психологиялық тұрғыда мысалға дайын емес адамдардан жаңағы неге шығарып жатады. Осы мәселеде меніңше кішкене этикет сақталу керек қой деп ойлаймын. Әсіресе жас балаларға байланысты. Ал мына кері әсері енді меніңше бұның себебін жоюға бір қадам болады ғой деп ойлаймын. Себебі қоғам жемқорлықпен күрестің батыл жүріп жатқанын және оның нақты нәтижелерін көру керек. Айталық дәл қазіргі кезеңде мысалға облыс басшыларына дейін, мысалға немесе ведомство басшыларына қозғалып жатыр. Қоғам оны көріп отыру керек. Бірақ енді ол жемқорлықпен айыпталды. Ол қалай, оның соңы қалай нәтижеленді, ол да маңызды. Егер мысалға бірдей айыпталған екі азаматқа екі түрлі шешім шығып жатса, оны қоғамға түсіндіру керек. Әйтпесем, бұл тек қана ұсталғандық емес, шешімнің өзі қоғамдағы сенімге селкеу түсіруі мүмкін. Біреу ұсталады, ол 15 жылға сотталады, екінші ұсталады, ол үйқамақта қалады, немесе жай айыппұлмен құтылып кетеді мысалға. Бұл енді сіздерге байланысты емес, ол прокуратура, сотқа байланысты. Дегенмен мысалға бұлардың барлығы мынау бір-бірімен байланысты болғандықтан қоғамдағы жемқорлыққа қарсы күреске меніңше кәдімгі жұрттың сенімін еселейтін, немесе сеніміне селкеу түсіретін жайттар. Рахмет осындай пікіріңізге, осындай жұмысты қолдағаныңызға. Жалпы енді сіз жаңа атап өттіңіз, ұлы бабамыздың қосқан үлесі, Әл-Фараби бабамыздың қосқан үлесі. Енді айта кетейін, ол кісінің еңбектері мол ғой. Оның ішінде осы қала шаһарының қасиеттері туралы жазған еңбектері бар екен. Сол қала шаһары енді жалпы мемлекеттік қызметші ғой. Осы мемлекеттік қызметші 12 қасиетке ие болу керек екен. Соның арасында осы әділдікке көп мән берілген екен. Жалпы бізде саяси қызметкерлер көбінесе Макиавеллиді оқиды ғой. Мынау Макиавеллиді үлгі тұтады. Ал Макиавелли билікке жету үшін қандай да болмасын қадамға баруға болады дейді. Меніңше жемқорлықтың бір ұшы сонда жатыр. Себебі қиянатпен болсын, алдап арбаумен, пара берумен болсын, ол билікке немесе сол жаңағы үлкен жетістікке жетуге болады дегенді оқып өскен жастар
әрине мысалға ондай қадамға барады. Ал енді дәл осындай кітаптар біздің қоғамда өте көп жазылған, білесіз. Соның бірі Әл-Фараби бабамыздың бұдан 1000 жыл бұрын, 10 ғасыр бұрын жазылған қайырымды қала тұрғындары, өзіңіз айтып кеттіңіз. Сонымен қатар Жүсіп Баласағұнның Құтты білік деген еңбегі бар. Сонда мемлекеттік қызметкер қалай болу керек? Патша, уәзір, халыққа қызмет жасайтын үлкен шенділер қалай болу керек? Соларды айтады. Абай бұл Құтты білікті оқыған. Сондықтан Абайдың ғылым таппай мақтанба деген әйгілі өлеңі бар ғой. Қанағат рахым ойлап қой дейді. Мысалға 5 асыл білсеңіз деген. Сол мысалға жемқорлықтың бір ұшы осы қанағатсыздық, рахымсыздық, ынсапсыздық. Ал бұл мәселелерді кәдімгі айыптаған, мынау ынсап мәселесі, ар мәселесі, қанағат мәселесі, рахым мәселесі, бұл кәдімгі үлкен тек қана философиялық категория емес, қоғамда бұл мынау абыздықтың, кісіліктің белгісі ретінде, толық адамға бастайтын қасиет ретінде ардақталған. Одан кейін де өте көп саясаттамалар жазылған. Мысалға Низамул мүлік, бұл Салжұқ мемлекетінің үлкен бас уәзірі, немесе Науаи, оның Ескендір қорғаны болсын, Ләйлә Мәжнүн мысалға Хамсасында осы билік иелерінің парасаттылығы жөнінде жазылады. Немесе одан кейінгі еңбектердің қай-қайсысын алсақ та, мұсылман әлеміндегі, шығыс әлеміндегі жалпы осы билікке байланысты бәрінде әділет басты орында тұрады. Және Құтты білік ілімінде мысалға 3 кейіпкер бар. Біреуі ақыл, біреуі қанағат, біреуі әділет. Әділет, шапқат кімде бар дейді Абай мысалға. Шапқат дегеніміз мейірім. Әділеттілік сол шапқатты туғызады. Жалпы алғанда Абайдың тағы айтатыны бар: ақыл қайрат жүректі бірдей ұста дейді. Нұрлы ақыл дейді. Нұрлы ақыл жалпы, және ыстық қайрат, жылы жүрек. Жүрек осы әділеттіліктің, қайырымдылықтың болып есептелінген. Сондықтан мемлекеттік қызметкер тек қана ақылды болу емес, тек қана білікті болу емес, ол бір жағы үлкен жүректің иесі болу керек болған. Ал енді үлкен жүректің иесі, ар ілімін терең игерген парасат иесі, ол еш уақытта қиянатқа бармаған, әділетсіздікке бармаған, біреудің ала жібін аттамақ тұрмақ, ол жаңағы бұған жол бермеген адам, былайша айтқанда нәпсісін жеңген адам. Мынау бір жағы жемқорлықтың өзі осы нәпсіні жеңе алмаумен байланыстыруға болады. Адамның өзін игермеуі. Бір жағы ол жемқорлық мына тек қана ұят категориясы емес, бір жағы ол адамның адамшылығын көрсетеді. Яғни сіз мысалға ол адамның құны алған затымен ғана өлшенеді. Бір жағы ол алған адамды да қорлайды негізі. Себебі оның құны сол мысалға алған жаңағы бәресімен ғана өлшенеді. Ал енді шын мәнінде асыл адам айнымас дейді ғой. Айнымайтын толық адамдыққа қадам басқан кісі, ол ештеңе сатылмайды. Себебі оның беделі, оның жаңағы несі құнсыз. Сондықтан оның құны жоқ. Сондықтан ондай адамдардың мына қоғамдағы орны ерекше болады. Бізде кезінде тәрбиенің көзі осы болған. Мына Әл-Фараби бабамыздың да тәрбиесіз білім емес дегені сол. Ең басты мына тәлім дегеніміз, яғни оқыту процесі тәрбиемен қатар жүру керек. Тәлім, тәрбие. Бізде жемқорлық, жаңа айтып кеттік, мына бұрын бабаларымыз ала жіпті аттама, біреуге қиянат жасама деп жаңағы бала жастан тәрбиелесе, қазір жемқорлық мысалға балабақшадан басталады. Балабақшаға орналастыру үшін бәре береді, бәре алатын адам іздейді мысалға. Соң өздерінің арасында сөйлеседі. Біз баламызды орналастыру үшін пәленбай адам таптық деп. Кейін мысалға өзінің баласына балабақшада дұрыс қарау үшін тәрбиешілерге азын-аулақ сыйлық апарып беріп тұрады. Мысалға, оны енді бәрі деп есептемейді, бірақ мына қылмыстың үлкен кішісі жоқ. Ұрлықтың да үлкен кішісі жоқ. Ол
кішкентай ғана сыйлық берген адам ол үлкен сыйлық беруге де немесе соны алуға да барады деген сөз мысалға. Сондықтан мектепте мысалға өзінің баласының грамота алу үшін мұғалімдерге қысым жасап жатады. Мысалға кейде ата-анасы бармаған балаларды мұғалімдер мысалға сабақ сұрамайды, олимпиадаларға апармайды мысалға. Бұның өзі мектептегі бала психологиясын осы жемқорлыққа кішкене жетелейді. Өйткені ол да көріп отырады, өзімен құралпас баланың, тіпті өзінен қабілетсіз баланың грамота алып жатқаны, мақталып жатқаны, жөн жосықсыз мысалға олимпиадаға барып жатқанын көріп өскен бала бұл өмірдегі қиянатты сезінеді. Демек, менде мақталуым үшін, грамота алуым үшін, мысалға мақтау қағаз алуым үшін, демек, менде осылай жасауым керек. Мысалға ата-ана баласына жаңағы озсын деп мұғалімге немесе басқа бір мекемеге пәре берген ата-ана баласына қиянат жасағанын білмейді. Себебі бұл жерде адалдық принципі бұзылып отыр. Бала сол арқылы, бала да осы қылмысқа, осы қиянатқа өзінің ортақ болғанын білмей қалады. Сондықтан қоғамдық індет деп отырғанымыз сол. Бұны ешкім жемқорлық деп есептемейді. Жемқорлық деп бәленбай миллион теңге алған шенеуніктерді ғана есептейді. Негізі бәленбай миллион алған мемлекеттік қызметкермен жаңа кішкентай ғана сыйлық алған мұғалімнің арасында немесе оған кішкентай ғана сыйлық тапсырған ата-ананың арасында көп айырмашылық жоқ. Екеуі де қылмысқа барып отыр. Қылмыстың үлкен кішісі жоқ. Адам соған қадам басады. Сондықтан ең басты мысалға батыс қоғамында қарасаңыз, ол жақта да қылмыс бар, ол жақта да жемқорлық бар. Бірақ бала кезде мысалға осы заңның үстемдігі біріншіден, заңның бәріне бірдей болуы, қандай жаңағы тұлға болмасын. Және мысалға мынау ненің ұят болып есептелінуі. Балаларда белгілі бір деңгейде мысалға кәдімгі азаматтық қоғам қалыптастырады. Мысалға плагиатқа барып жатады балалар, оның ұят нәрсе екендігін білмейді. Осылай бізде жемқорлыққа балалар немесе мектеп оқушылары кезінен бастап оның ұят екендігін, оның мысалы пасықтық екендігін, оның арамдық жол екендігін, оның қиянат екендігін білмей, ол үйрене береді. Ет үйреніп кетеді былайша айтқанда. Ал енді осы қиянатқа ет үйренген қоғамда белгілі бір деңгейде ол алған шығар, бірақ жасап жатқан жұмысы да көп қой деп ақтап алуға дайын тұрады. Бәрі алып жатыр ғой. Ал енді бұл енді азамат қой, немесе бұл қазақша сөйлейді ғой деп, тіпті кейде оның қазақша сөйлеген міндет көріп жатады. Қазақша сөйлеу бәрінің міндеті. Ал жемқорлыққа бару, оны жаңа қазақша сөйлеген, оны одан ақтап ала алмайды. Сондықтан қоғамда бірінші кезеңдегі мына тазалық кредосы кісіліктің бір белгісі ретінде көрілу керек. Және ол үлкен кіші демей, оны мысалға кәдімгі өте ұят нәрсе екендігін көрсетіп тұру керек. Менің құным сонда осы, мысалға сізге бір сыйлық алып келсе, менің құным осы сыйлықпен ғана өлшене ма? Мені осымен ғана сатып алуға бола ма деген адам ойлану керек. Себебі адам адам деген сөздің өзі Абай айтады ғой, атымды адам қойған соң қайтып адам болайын деп. Бірақ екінші жағынан Абайдың тағы айтатыны бар, адам бір боқ көтерген боқтың қабы дейді. Бұлайша айтқанда адамның жаманшылыққа да тез бейім екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан жаңағы Абайда жағымсыз кейіпкерлер көп айтылатындығы, содан қоғам жиіркенсін деп отыр мысалға. Кәдімгі мына болыстың немесе әртүрлі қиянатшыл адамдардың образдары көп қой мысалға. Осылардың барлығын Абай шын мәнінде бір жиіркенішпен айтқан. Қоғамда негізі жемқорлықты жиіркенішпен қабылдау керек. Бір қиянат ретінде қабылдау керек. Әрбір салық төлеушіге қиянат жасаушы ретінде қабылдау керек. Себеппен күрескен жағдайда меніңше жалпы жемқорлықта азаяды ғой деп ойлаймын. Екінші бір жағдай, жаңа Абайға, Фарабиға байланысты айтылған кезде, мына қайырымды қоғамның қайырымсыз жағы деп айттық. Мысалы, екі түрлі қоғам бар деп айтады, өзіңіз айттыңыз. Онда жаңағы мемлекеттік қызметкердің 12 асыл қасиетін айтатын болса, екінші жағынан қайырымсыз қоғам қандай қоғам дейді. Зұлым қоғам дейді, озбыр қоғам, қиянатшыл қоғам дейді. Ондай қоғамдар ол қиянат жасайды дейді мысалға. Бұл Фарабиде де Абайда да жемқор деген сөз жоқ, бірақ қиянатшыл
абайда айтады ғой, мынау қиянатшыл қоғамнан деп мысалға, көңілім қалды достан да дұшпаннан да деп мысалға сол кезеңдегі қиянат көрген қоғамды айтып отыр. Сол қиянаттың үлкен бір аты деп те айтуға болады осы жемқорлық. Сондықтан біздің қоғам, біздің мемлекеттік қызметкерлер Макиавеллиді емес, Фарабиді оқу керек. Макиавеллидің мемлекеттік қызметкерін емес, Жүсіп Баласағұнның мемлекеттік қызметкерін үлгі алу керек. Бұл абайдың мынау адалдық туралы, адамдық туралы, ақыл қайрат жүректі бірдей ұстаған кемел адамдық туралы ілімін көбірек оқитын болса, біздің мемлекеттік қызметкерлер бала жастан соны сіңіріп өсетін болса, онда тек қана абайдың өлеңін челлендж оқудан емес, оның шын мәнінде абайдың аңсаған, Фарабидің аңсаған парасатты қоғамға біз тезірек жетеміз ғой деп ойлаймын. Рухани жаңғыру деген де сол. Рухани жаңғыру деген тек қана біздің жетістіктерімізді болмаса өткен тарихымызға сүйсініп айту емес, ол шын мәнінде біздің мына тарихымыздағы асыл қасиеттерімізді жадымызда жаңғырта отырып, санамызды сілкіндіре отырып, соған ұмтылу, жоғалтқанымызды қайта табу. Ол жоғалтқанымыз не? Парасаттылық, кісілік, адамдық негіздері. Бұл әлі батыста жоқ кезеңде, әлі батыста бұл ілімдердің аты аталмай тұрған кезеңде азаматтық қоғам тұрмақ. Мысалға, мына бір-бірімен шайқасып жатқан кезеңде біздің бабаларымыз парасатты қала тұрғындары туралы, қайырымды қаланың тұрғындары туралы, ол утопия емес, шын мәнінде соның жолдарын айтып отырған. Ал кейін мысалы Сен-Симеон болсын, батыста бұл утопиялық ретінде оған күлген. Немесе мына француз революциясы кезінде мысалға Жан-Жак Руссо болсын, басқалар осы азаматтық қоғам негіздерін айтқанда шығыс ойшылдарына біздің бабаларымыздың философиялық толғамдарына көп жүгінген, бізден алған. Сондықтан негізі бұл қайтқан малда қайыр бар дейді ғой. Батыстың өзі өз қоғамын жасап алғанда біз неге өзіміздің асылдарымызға үңілмейміз? Оған тек қана тамсану емес, менің ойымша, соны бойға сіңіру керек. Рухани жаңғыру деген меніңше болса тарихтан тағылым ала отырып, оның ізгі қасиеттерін бойға сіңіру. Абайдың мысалға мына мақалдарды сынайтыны бар ғой. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Періштеден садаға кеткір, ол періште алтынды қайтеді дейді. Бұл өзінің ісін ақтап алу үшін шығарған бір ант ұрғанның сөзі дағы деп, жаңағы қалауын тапса қар жауады деген мақалды сынайды абай. Қайтып қар жауады дейді. Ол дағы бір ант ұрғанның шығарған дейді. Міне абай бұл мақалдар неге сынап отыр? Бұл бір жағы жемқорлыққа, қиянатқа бастайтын мақалдар ғой. Сондықтан жалпы ол тарихтың өзін бәрін ала беру емес, оның өзін таразылап алу керек. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында ұлы даланың 7 қырында бұл өте жақсы айтылған. Прагматист болу, мынау жаңағы асылымызды алып, оның жаңағы жиренетін тұстарын, заманымызға сәйкес келмейтіндерін тастау. Ал сонда ғана менің ойымша мына абайдың аманатын, абайдың бізге айтып кеткен өсиетін біз орындай аламыз ғой деп ойлаймын. Иә, шынымен де сізбен толықтай келісемін, дұрыс айтасыз. Енді осы сыбайлас жемқорлықты жеңу жолында көптеген бастамалар жасалып жатыр агенттікпен. Оның ішінде осы балабақшадағы өшіру, жер қатынастары саласы, жалпы бүкіл салаларды, осы мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру мәселесі жүріп жатыр. Неғұрлым ол бәрі автоматтандырылады, цифрландырады. Соғұрлым адами фактор кетеді, соғұрлым ол жемқорлықты азаяды. Ол тек қана адам келеді, компьютерге өзінің ұсынымын жазады, ана жақта мемлекеттік қызметші өзінің мерзімі бар, орындап шығуы тиіс. Осындай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді осы кішкентай кезінен осы бесіктен жемқорлық мәселесіне жемқорлық жоюға мән беру үшін осы парасаттылық сағаттары ұйымдастырылып жатады. Өткен жолдары жалпы Қазақстан бойынша парасаттылық сағаты ұйымдастырылды. Көрген де шығарсыз, телеарналарда көрсетілді, балапан, еларна дегендерде. Осы салада, осы бағытта жүргізіп жатырмыз әріптестермен бірге осындай үлкен жұмысты. Енді жалпы жақсы айттыңыз, жаңа батыс мәдениетіне еліктеу мәселесі бар, шынымен де.
Оның арасында қазір көп жастарды енді біз әріптестеріміз, таныстарымыз бар, достарымыз айтып отыр, осы мінекей батыстың мінекей осындай американдық бір президенті Рузвельтті айтып өтеді, анау Англияның президенті Черчилльді айтайды, Наполеонды айтайды. Сонда тарихта қатты енді мыңжылдық тарихты айтпасақ та мінекей 100 жылдың ішінде болған мінекей жаңа айттыңыз қайратты, ыстық қайрат деп. Мінекей біздің жолбарыс жүрек Жұмабек ағамыз бар. Қандай қазіргі бүкіл мемлекеттік қызметшілерге, мен сияқты жастарға да шығар жалпы осындай үлгі боларлық. Қандай өзінің айтқанда шенеуін ойламай, халық үшін андай арсылдаған патшаға қарсы шыққан батылдығын атап өту керек. Осы бір маңыздылығы, осы батылдығының арқасында шығар осы көп жақсылықтар болып жатқан, игі бастамалар болып жатқан қазір. Сол жалпы енді дұрыс айтасыз, сол жағын енді осы руханиятты, мәдениетті қалыптастыратын шығармашылық ортада да көптеген осындай жемқорлық фактілерді болып жатады. Әріптестеріміз ашкерлеп жатады, жаңалықтардан шығарып жатамыз. Осыған байланысты жалпы бұқаралық ақпарат құралдарда осы қандай жемқорлық фактілермен байланысты болып қалады, ондай фактілер бар ма екен, атап өтсеңіз? Енді індет болған екен, бұл барлық салаға қатысты ғой. Мысалға, енді кейде мына қазіргі уақыт тұрғысынан алатын болсақ, журналист ол батыл болу керек, батыл жазу керек. Ал енді ол сыйлық алса, ол мысалға әкімнен, болмаса белгілі бір ведомстводан марапат немесе содан қызмет көрсе, пәтер алса, ол оны қалай сынап жазады. Сондықтан кейде біз ойлаймыз, мысалға мына жақсы жалпы журналистерге жағдай жасау, өйткені Шерағаң айтып кеткендей, журналистер жегені жантақ, бірақ арқалағаны алтын дейді ғой. Бірақ дегенмен салыстырмалы түрде алатын болсақ, ең көп мына қоғаммен араласатын да журналистер кейде мысалға қазір блогер дегендер бар, мысалға былай қарап отырсақ, ішкі саясаттан әртүрлі тапсырыстарды алып жатады. Әрине, мысалға бізде де айтады, мемлекеттік тапсырыс алады деп, біз мемлекеттік бақпыз. Біздің міндетіміз сол мемлекеттің, біздің құрылтайшымыз мемлекет болғаннан кейін одан аламыз, және оны шын мәнінде жазуға тырысамыз белгілі бір деңгейде. Ал енді мемлекеттің мысалға қаржысын кейде жеке адамдарға беріп жатады. Мысалға ішкі саясат бөлімдерінде кәдімгі ондағы мақсат әкімді сынамасын, немесе басқарманы сынамасын. Енді ол алып үйреніп қалған адам, мысалға бір жыл жаңағы тапсырыс аяқталғанға дейін ол мақтап жазады. Бірақ келесі жыл ол тағы алғысы келеді. Соны сынап жаза бастайды. Бұл мысалға бопсалау болады. Оның енді кішкене қазақшалап айтқанда аузын жабу үшін оған тағы сыйақы ретінде тендерден тағы да мысалға оған қаржы бөледі. Сол арқылы біз кейде мынау жемқорлық індеті бар қалам ұстаған қауымды, мен тырнақша ішінде айтып отырмын, өзіміз соған өсіріп отырған сияқтымыз. Ал енді мысалға ондай бәле қуған, бопсалайтын немесе кәдімгі таза біреудің төлегеніне ғана жазатын адамдарға оны бермей қойса, ол не жазады мысалға. Сондықтан көп жағдайда мына қазір осыған кішкене бейімделу де бар. Мемлекеттік тапсырыс жаңағы әкімдіктерден алады, ішкі саясат бөлімінен. Ал қалған қызметкерлерді, мысалға мемлекеттің журналистерді, ол өзі де жазуы тиіс деп ойлайды, шын мәнінде оның міндеті деп ойлайды. Сол арқылы біз мына салық төлеушіден жиналған қаржыны кейде мынау кейбір тек қана ақысын төлесе жазатын адамдарды ұстауға жұмсайды. Меніңше бұны қолдауға болмайды. Кейде мысалға біз жекелеген журналистерді жағдай жасаған кісілерді мысалға мақтап жатамыз. Ал менің ұғымымда жалпы журналистке қалай жағдай жасау керек? Оның жазуына кедергі болмау керек, оның кәсіби біліктілігін арттыру керек, оны ақпаратпен қамтамасыз ету керек. Сонда ол журналистің еркіндігі, сөз бостандығы болады, мысалға соған қамтамасыз ету керек.
Журналистің мысалыға ол жазу өткір болса, батыл жазса, ал енді ол сыйақы алып қойған адамнан қандай батылдық күтесіз? Ол егер мысалға сол бір белгілі мекемелерден сыйлық алса, ол мекемелер туралы не жазады мысалға? Сылап сипап қана өтеді мысалға. Немесе мынау қазақбайшылық дейміз ғой, көңіл шықпастық, тамыр таныстық болсын материалды алып тастау керек деген сияқты. Содан кейін әрине мысалға қоғамда батыл айыпталмайды. Ал жаңағы оның атын сыйластық деп атағанмен, бірақ бұның астарында да бұлай жасырын жемқорлықтың жатқанды, ол енді көп болмауы мүмкін, бірақ жаңа айтып кеттік қой, жемқорлықтың азы көбі жоқ. Жаңағы біреулерге пәтер беріп жатады, екіншісі көрген кісіге ол әділетсіздік емес па? Пәтер ала алмаған қызметкерге ол қиянат емес пе? Сондықтан жалпы жағдай жасалса, журналистің өзінің жалақысы көбейсе, ол өткір жазып қоғамдағы оның беделі көтерілсе, ол мысалға өзі-ақ пәтер алады, өзінің жағдайын өзі-ақ жасайды. Ал мына бөліп мысалға кейбір нелердің жағдайын ерекше жасау, меніңше бұл ауызбастырық сияқты. Сондықтан біздің журналистер қауымында да оны жоқ деп айта алмаймыз. Журналистердің арасында басшылардың да мысалға әкімдерді аралауы, мысалға бұлардың барлығы немесе ведомстволарды аралауы, бұл сол ақпарат құралының белгілі бір деңгейде мына алмас қылышының жүзін кішкене қайтарады ғой деп, батылдығын алады ғой деп ойлаймын. Батыл жазу үшін журналист бірінші кезекте тәуелсіз болу керек. Ал жемқорлық, сыйластық бұл адамның тәуелсіздігінен айырады, еркіндігінен айырады. Сөз бостандығына содан шектеу келеді деп айтып жатамыз. Ал егер ешкімге тәуелсіз болса, кімге тұсау қояды жазуға мысалға. Сондықтан мына қоғамдағы келеңсіз жағдайларды әшкерелеп жазу үшін меніңше журналист те, сол ақпарат құралдарының басшылары да, соның мүшелері де негізінен тәуелсіз болу керек. Ол еркін болу керек. Және оның қол аяғына тұсау салатындай басқа не болмау керек. Бұл бірінші жағдайда ол адамның, журналистің ақпарат құралының өзіне де байланысты. Ол өзін тәуелді қылып берсе, сыйластық арқылы, онда оның ақпарат құралында оқырманнан айырылады, көрерменнен айырылады, сенімсіз жағдайға ұшырайды. Сондықтан менің ойымша бұл бумеранг сияқты. Қазіргі кезеңде мысалға батыс қоғамында жаңа айтылып кеттік, мысалға Нью-Йорк Таймстер өте өткір сынап жатады. Мысалға әрине олар тәуелсіз ақпарат құралдары, олардың мысалы құрылтайшылары жоқ. Сондықтан да олар мысалға қаймықпайды. Бірақ олардың да ақысын төлеген үлкен корпорациялардың сөзін сөйлейтіндігі бар. Мысалға Аль-Жазира неге Саудияны, Катарды сынамайды мысалы үшін? Немесе Азаттық неге ақшты сынамайды мысалға? Өзінің құрылтайшыларын, Соросты сынамайды. Сол сияқты әрине кім ақысын алған жердің сөзін сөйлейтіндігі белгілі. Бірақ бұл жерде басты мәселе ол пропаганда құралы емес, ол шын мәнінде мына сын болғанда да бұл қиратушы сын емес, бұл кәдімгі шын сын болу керек. Бұл сараптамалық сын болу керек. Бұл қоғамның бұлай дамуына септесетін сын болу керек. Қиратушы жаңағы мысалға мына күйретуші сынды кез келген адам айта алады. Бірақ содан шығатын қорытынды, содан шығатын жолды көрсете отырып, сараптамалық материалдарды жазу, журналистік зерттеу жасау, ол мына кәсіби журналистің біліктілігінде көрсетеді. Сондықтан ең басты мәселе деп ойлаймын, бұл жерде мына журналистің де ақпарат құралының да тәуелсіздігі, еркіндігі, бұл оның тазалығына байланысты. Сондықтан сіздер жаңа айтып кеттіңіздер ғой, мынау адалдық алаңы, мысалға парасаттылық, бұлардың барлығы мынау тазалыққа да байланысты. Таза адамның ұйқысы тыныш, жүрісі ширақ, ісі батыл болады. Ол жалтақтамайды, себебі ол тәуелсіз. Ол маңдайда ашық, қоғамның алдында жүзі де жарқын, оның қолы да таза. Сондықтан мына жаңа айтып отырған жағдайларымыз, тазалық, баланы бала жастан тазалыққа тәрбиелеу керек. Сонда оның жеген асы да адал болады, оның мына істеген кәсібі де адал болады. Өйткені ол мына қоғамдағы әділетті көргеннен кейін
басқа да өзінің салыстырмалы түрде қараған кезде ол ең бастысы мына адамдарға әділетті қоғамдағы мына еркіндік. Сондықтан ақпарат құралдарының бұл жердегі үлкен міндеті осыны жазу, осыны жеткізу, осыны көрсете білу. Бұл тұрғыдан енді ведомстволардың арасында мен сіздерді мен ризашылық білдіремін, себебі өзіміз жұмысын көріп жүрміз. Кез келген уақытта көрсетеді, мысалға ұсталып жатқанды да, оны айыпталып жатқанды да, тіпті мынау айтады ғой, жаңағы шариғаттың кескен қолы, ол жаңағы кейде мысалға өздеріңіздің қызметкерлеріңізге байланысты да шара қабылдап жатасыздар, жедел қабылдап жатасыздар. Бұлардың барлығы меніңше ақпарат құралдары арқылы да тарап, қазір тек қана газет арқылы, телевидение арқылы қарамайды, телеграм каналдар бар, мысалға әлеуметтік желілер бар, YouTube каналдар бар, солар арқылы да бұл жетіп жатады. Сондықтан қазір кезеңдегі ең басты көрсеткіш, көрініс бұл мына ашықтық. Ол енді тұрғыдан алғанда агенттіктің жұмысын меніңше мақтауға тұрарлық. Рахмет. Шынымен де осы сыни ақпаратты мемлекеттік органдар дұрыс қабылдап, тиісті шаралар қолдануы тиіс. Шынымен де осы халыққа арналған үкімет, халыққа арналған билік болса, солай жасауы ықтимал. Енді жалпы осы ашықтықты қамтамасыз ету жолында агенттікте өзді барша ашық болуға тырысады. Және де мемлекеттік органдарда, мысалы аумақтарда да, осы шалғай ауылдарда да осы ашық әкімдік деген мәселелерді әкімдіктер ашып атады, open space форматындағы жұмыстар жүргізіп атады. Ол бәрі халыққа ыңғайлы болсын, халықтың үніне асайық, халықты тыңдап ыңғайлы қылайық. Сол осы қарым-қатынасты деп сондай ниетпен жасалып отыр. Енді жалпы Егемен Қазақстан газеті 100 жылдық тарихы бар, үлкен басылым. Осы ашықтық мәселесі, осы билікпен, қоғаммен байланыс жөніндегі жұмыстар қалай жүргізілгені, осы тарих қойнауынан айтып өтесіз. Осы қиын жылдардан басталды ғой, 20 жылдардан. Енді рахмет, біз былтыр 100 жылдығымызды атап өттік. Ғасырлық тарихы бар газетіміздің бүкіл біз қиындыларын архивтегі тігінділердің барын сканерлеп өткізіп, соны 1919 жылғы ұшқыннан бастап еңбекші қазақ, еңбекшіл қазақ, социалды Қазақстан, социалистік Қазақстан кезеңінен бастап барлығын жинақтадық. Одан 5 том кітап шығардық, 100 жылдық шежіре деген. Оны жариялап та отырдық. Енді өткенге тас лақтыруға болмайды. Кеңестік кезең шын мәнінде біз мына кеше ғана саяси қуғын-сүргін күнін атап өттік қой. Шын мәнінде озбыр залым қоғам болды, билік болды, және зұлматтың салдарынан 3 миллионнан астам біздің қазақтар опат болды. Мысалға, бұл өте үлкен трагедия. Жалпы қазір ғалымдар да айтып жатыр, сол кезеңдегі зұлматшылдар болмағанда халқымыздың саны кем дегенде 40 миллион болар еді деп. Бұл қолдан жасалған зұлмат. Сол кезеңде газет шығып тұрды. Біз ол кезеңде халқымыздың ең бір аяулы ұлдарының газетке басшылық жасағанын көреміз. Сол қазақ газетінің жалғасы есебінде шықты, және мына қазақ газеті өзіңіз білесіз, Алаш үкіметінің органы болған Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейхановтар шығарып тұрды. Солардың жалғасы есебінде шықты, себебі алғашқы ұшқынның тираждары Орынборда, біз ол жерге барып ескерткіш тақта орнаттық. Қазақ газетінің типографиясында басылған, бір типографияда шыққан, және қазақ газетінің қызметкерлері осы еңбекші қазаққа ұшқынға қызметте тұрған Міржақып Дулатовтар әр уақытта келіп мақалалар жазып тұрған. Ахмет Байтұрсыновтың мысалға 50 жылдығы, Сәкен Сейфуллин мысалға бір жағы үкімет басқарып отырды, бір жағы газеттің басшысы болды Орынборда еңбекші қазақтың. Тұрар Рысқұлов сияқты, Смағұл Сәдуақасов сияқты, Жанайдар Сәдуақасов сияқты, Бейімбет Майлин, мысалы сол кезеңдегі ең бір мына Ораз Жандосовтар, мысалға
репрессияда құрбан болып кеткен алаштың арыстарының барлығы, Мұхтар Әуезовтер, мысалға Ілияс Жансүгіровтер, кәдімгі қазақтың қаймағы қызмет атқарған, олар сол кезеңдегі біздің ел болып қалуымызға қызмет етті. Мысалға Сәкен Сейфуллиннің қазаққа қазақ атын қайтарайық, немесе қазақ тілі мынау мемлекеттік тіл болу керек, кеңсе тілінде қазақ тілі болу керек деген мақалалар үзбей шығып жатты. Сол кезеңде қоғамдағы келеңсіздіктер айтылды, бірақ әрине ол кеңестік кезең, ол кезеңде пропаганда құралына айналды, бірақ басшылардың көпшілігі репрессияға ұшырады. Әсіресе социалды Қазақстан кезінде мына қоғамда шыққан кез келген нәрсе газет бетіне шығатын болса, ол бірден шара қолданылатын, білесіз. Мысалға филетон шықса, немесе газет бетіндегі бір сын материал шықса, ол бірден жұмыстан алынатын, немесе партия қатарынан шығарылатын. Сондықтан газеттің пәрмені күшті болды. Мына әсіресе 80-90 жылдары біз бала болсақ та білеміз, газетке бір кісінің суреті шығу, айыпталуы, мысалға оның жемқорлықпен немесе басқа да қылмысының айтылуы, жұмысындағы кемшіліктің айтылуы оның карьерасына нүкте қойып жататын. Сондықтан газеттің беделі жоғары болды, ол ЦК-ның органы болды. Әрине біз оны көксемейміз, бірақ шерағаң газеттің тізгінін ұстаған кезде бұл шын мәнінде ұлттың бір алдаспанына айналды. Атының өзін, мысалы, Қазақстан егемендік алмай тұрып, егемен деген сөзді бірінші осы біздің газетіміз қолданды. Егемен Қазақстан, сондықтан тәуелсіздікті, егемендікті сүйіншілеген басылым болды деуге болады. Қоғамдағы келеңсіздікті батыл жазды. Одан кейінгі жылдарда да Шерхан Мұртаза мен Камал Смайыловтың арасында жазған хаттары қоғамдағы көптеген келеңсіздіктерді әшкерелеп отырды. Жалпы газетте әр уақытта осы мәселе күн тәртібінен түскен емес. Бұл біздің де қазіргі кредомыз. Бізде осы мәселені ашық жазуға тырысамыз. Газеттің күнделікті беттерін парақтасаңыз, қазір бірінші беттен міндетті түрде біз сын береміз. Және егемен Қазақстанның бір ерекшелігі, басқа басылымдардан басылым дейміз ғой, таяуда ғана президент сұхбат бергенде елдің үні ұлттың мінбері деп атап кетті. Елдің сөзін жеткізеді. Және бұл жерде қалмайды. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, егеменде шыққан кез келген материал бойынша мемлекеттік органдар, ведомстволар шара қолданады. Әкімдіктер, мысалға бізде айталық, былтыр бір мақала шықты. Қостанай облысында алыстан келген ағайын амалы құрып отыр деп. Бірден мысалға президент оны назарға алды, оған фишка қойды. Содан кейін облыстық акимат жұмыс істеп, мысалға келеңсіздікті жою үшін газетке есеп беріп отырды. Немесе біздің жазғанымызды прокуратура, немесе басқа да күшті құрылымдар назарға алады. Бір жылдың өзінде 80-нен астам мақаладан депутаттық сауал жолданған. Қалаулыларда егеменді үнемі қарап отырады, қадағалап отырады. Онда жазылған жайттар депутаттық мінберден үкіметке депутаттық сауал ретінде жолданып жатады. Немесе жергілікті жерлерде, мысалға, ол дереу оны жою үшін тіпті мақала шыққан күні сол мәселе бойынша облыстарда немесе ведомстволарда дереу жиын өтіп, соның шараны жоюға әрекет жасап жатады. Сондықтан халықтың да бізге деген ықыласы айрықша. Көбінесе бізде мына хат қоржын деген бар, үздіксіз хаттар келіп жатады. Бұл жалпы жақсы бір үрдіс. Мысалға батыста жоқ. Мысалға жаңа біз айтып кеткен Нью-Йорк Таймс немесе басқа да миллиондаған тиражбен тарайтын басылымдарда қарапайым оқырман оларда мақала жаза алмайды. Оларда хат жаза алмайды. Оларда журналистер ғана мақала жазады. Бұл жерде бір айта кететін нәрсе, біздің басылымдардың неге батыстық деңгейде болмайды? Оның себептері көп. Бір себебі біз газетке бәрі араласады. Зейнетке шыққан кісілерден бастап ерінбеген кісілердің бәрі мақала жібереді. Және сол мақаласын шығуын күтеді. Және біреулер арқылы сол мақаланы шығаруға күш салады. Мысалға, бұл дұрыс емес. Газетті журналистер шығару керек. Газетте тілшілердің мақаласы шығу керек. Оған кез келген оқырман мақала шығара беретіндей, ол ортақ қазан емес.
Сондықтан бұл кеңестік кезеңде солай болған. Біздің бірақ хат қоржын деген бар, соған келген оқырман хаттарын біз шығарып отырамыз. Мысалға осыны батыста жақсы үрдіс ретінде бағалады, бірақ себебі бұл оқырманмен тікелей байланыс. Солардың келген хатты шығарған кезде ол мысалға ауылымызда мектеп жоқ, болмаса осындай көпір құлап қалды, немесе осындай деген бір келеңсіз жағдайларды жазады. Соның нәтижесінде жол жоқ дейді мысалы үшін, немесе мынандай баға қымбат дейді. Сол мысалға хат қоржында шыққан қысқа материалдар бойынша да көптеген шаралар қолданылып жатады. Тілшілеріміздің көтерген мәселелер бойынша елімізде көптеген шаралар атқарылды. Мысалға жаңағы неге мысалға жол сапасыз дейді, ол бойынша іс қозғалып жатады. Мысалға немесе жаңағыдай мектептің немесе басқа да құрылымдардың, мысалға жаңағы ЛРТ мәселесін ең бірінші егемен көтерді. ЛРТ мәселесін содан кейін барып қозғала бастады. Себебі ақпарат құралдарының ол ең басты басылымда шыққаннан кейін әрине ол қоғамда резонанс туғызады. Сондықтан бірақ біз әрбір материалды шығару үшін оны көптеген қолдан өтеді. Себебі редактор бар, жаңағы журналист өзі тексереді, оны сараптайды, сұрыптайды, жаңағы мемлекеттік сол агенттіктен сұрайды, екінші жақты тыңдайды деген сияқты. Кейде мысалға жазықсыз сотталып жатқан азаматтардан хаттар келеді. Біз олардың хаттарын тиісті мекемелерге жібереміз, мынаны қараңыздар деген сияқты. Ол арқылы да көптеген шешімін тапқан жағдайлар бар. Бізге алғыс келіп айтып жатады, алғысын айтып жатады. Егеменде айтылғаннан кейін осы мәселе өзінің оң шешімін тапты деп. Сондықтан газет жаңа айтып кеттім, президент дәл баға бергендей, қазір елдің үні, ұлттың мінбері. Бізге келген кез келген хат, кез келген шағым, мысалға Нұр Отанға шағымданып жатады, мысалға сіздерге шағымданып жатады, президентке шағымданып жатады. Сол сияқты ақпарат құралдары ретінде бізге де келіп түскен шағымдарды біз қараймыз, оны тиісті құрылымдарға жібереміз. Бұл менің ойымша мына оқырманмен біздің ең басты байланысымыз, біздің байлығымыз. Сондықтан жемқорлықпен ғана емес, жалпы қоғамдағы келеңсіздікпен күресуде бұл басылымның қызметі айрықша, және бұдан кейін де айрықша бола береді. Себебі бұл біздің оқырманға деген кредомыз. Оқырман бізге ақысын төлеп жазылды ма, біз оқырманның көкейіндегі нәрсені жазуымыз керек. Біз сапалы өнім беруіміз керек. Біз уақыттың талабын, оқырманның талғамын табуымыз керек. Ал оқырман нені қалайды? Ол шындықты қалайды. Ол сенімді деректі қалайды. Мысалға қазіргі кезде фейк ақпарат көп, тролльдар көп, мысалға бәлен түген деп жазып жатады. Бірақ белгілі бір кезеңде ол бұлай хайп болғанмен, бірақ оқырман одан да шаршайды. Содан кейін ол мысалға егеменге немесе Қазақпаратқа қарайды. Рас па, тағайындалған дұрыс па, ұсталған рас па, немесе мына жағдай дұрыс па деп. Бұл нені көрсетеді? Бұл оқырманның бірінші кезекте сенімді ақпаратқа сүйенетіндігін көрсетеді. Біз содан жазбауымыз керек, біз содан таймауымыз керек. Одан таятын болсақ, мына кәдімгі кез келген фирма, мысалы кез келген кәсіпорын өзінің клиентінен айырылып қалса, ол банкрот болады ғой. Сол сияқты оқырманның сенімін ақтамау, оқырманның сеніміне серкестік түсіру, бұл кез келген ақпарат құралы үшін оқырманын жоғалту деген сөз. Біз өзіңіз білесіз, мысалға күштеп жазудан бас тартқанбыз. Сондықтан газеттің оқырманның көкейінен шығу үшін осы қоғамдағы індетті, қоғамдағы мәселелерді өткір жазуға тырысып жатырмыз. Рахмет, шынымен де газетті алып оқимыз, өте күшті қызық жазасыздар. Осы өзекті мәселе бойынша күшті ақпараттар шығып жатады, және де осы халқымызды жалпы мәдени, рухани тұрғыдан дамыту жөнінде көп ақпараттар шығып жатады. Осы жемқорлықты жою бойынша жемқорлық індет, жою міндет деген парақшаларыңыз бар, осы арнайы рубрика. Көп рахмет, осындай еңбектеріңіз жемісті болсын. Осы әрқашанда өзара қарым-қатынас байланыстан айырылмай осы жемқорлыққа жою деген мақсатпен жемісті жолымызды жалғастыра берейік, жұмыстарымызды. Көп рахмет. Мінекей эфирде 1 сағатқа жақын уақыт болдық. Жалпы енді мына жерде көптеген біздің көрермендеріміз хабарласып жатыр. Енді ұсыныстарын айтып жатыр, сұрақтар бар деп айта қоймаспын, бірақ көптеген лебіздерін білдіріп жатыр. Сосын осы әрине осы ссылкасын, сілтемесін салып жіберем. Көріңіз болады. Егер бір сұрақтар болса, өзіңіз жауап берсеңіз де жақсы болады. Енді Дархан Қуандықұлы,
көп рахмет сізге. Осылай келіп, қандай осындай жақсы әңгіме өрбіттік, сұхбат өрбіттік. Көп рахмет. Сауалдарға жауап бердіңіз. Жемісті еңбек тілейміз, сәттілік тілейміз әрқашанда. Осы енді осы кездесуіміз соңғы болмас, тағы да бір уақыттан кейін тағы бір кездесеріміз, осы өзекті мәселелерді талқылап кездесе берейік. Рахмет көп сізге. Сізге де көп рахмет. Оқырманның мына жалпы қазіргі сұрақтар болса бізге жіберерсіз, содан кейін өйткені бұл біз одан да қорытынды шығаруымыз керек. Ал бұл мекеме арасындағы, егемен мен агенттік арасындағы байланыс жалпы қоғам үшін де қажет деп ойлаймын. Себебі оның жемқорлықты әшкерелеу, оның себебімен күресу, оның мына қоғамдағы көрінісін көрсетіп отыру, бұл біздің қоғамдағы қазір ең бір өзекті мәселенің бірі деп ойлаймын. Жемқорлық себебі қоғамның өз жегіне түскен жегі құрт. Жегі құртпен күресу, ол жаңа айттық қой, онымен күресу әркімге міндет деп. Сондықтан сіздердің ашықтық мынау алаңдарыңыз, адалдық алаңдарыңыз, бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс істеудегі жедел және мына директі ұсынудағы қызметтеріңіз, ол бізге де көп жағдайда септесіп жатады. Сондықтан сіздерге де рахмет айтамыз. Әр уақытта дайынбыз. Бұл мәселеде қоғамдық мәселе болғандықтан бірлесе жұмыс істеуге дайынбыз. Мына алаңдарыңыз ұзағынан болсын, осында көтеріліп отырған мәселелерді біз де қарап отырамыз. Бұл да ақпараттың бір қазір кезеңде уақыттың талабы, бір ақпараттың түрі. Сондықтан өздеріңіз қолға алып жатқандықтан бұл да ұзағынан болсын деп тілеймін. Сіздерге де рахмет, істеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Рахмет айтқаныңызға, тілектеріңізге. Ал аман сау болыңыздар, құрметті көрермен. Амандықпен жүздескенше.